Қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Осындай тамаша үй іздеп жүрген жандарға керемет мүмкіндік ұсынып жатырмыз. Баршаңызға Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын. Тренд район, Мирас мөлтек ауданында керемет 650 шаршы метрден тұратын үйімізді бірге обзор жасап жатырмыз. 10 соттық жер телімі, тамаша ландшафтный дизайн, освещение, жаныңа не керек бәрі бар. Үй іздеп жүрген достарыңызға поделицаны етіп басып жіберіп қоямыз. Жанында хозпостройка, летняя кухня, баня, санторап, барбекю зона мінеке қарастырылған, толық натуральный траверсинмен қоршалған, өздеріне арнап салынған осындай тамаша үй әрбір қазағыма жұғысты болсын. Мынау сол қанатымызда автоматтандырылған қақпамен өте үлкен бастырма, биік. Бұл жерде де освещение жүргізілген. Брусчаткамыздың бәріне мән береміз. Таза гранит, мінеке керемет ландшафтный дизайн, толық көгалдандырған есігінің алдында жеміс ағаштарының бәрі мінеке егілген. Брусчатка, мінеке мрамор, бәрі жоғарғы деңгейде салынған үйіміздің ішін кеттік бірге обзор жасайық. Ал керемет жарқыраған жап-жаңа үйіміздің ішіне кіретін болсақ, осындай тамаша кіреберіс мінеке толық жиһаздармен жабдықталған, төбе биіктігі где-то 3,5-3,6-ны құрайды. Мынау тамаша холл, күнделікті отбасылық, және мына жағында үлкен қазақша бөлмеміз бар. Бұл да екінші холл десек болады. Мінеке өте тамаша, міне қараңыздар, толық жиһаздармен жабдықталған, кондиционер орнатылған, үлкен ТВ зона. Бұл отбасылық холл, қарама-қарсымызда ас бөлме, оны қазір көрсететін боламыз. Және мінеке тамаша баспалдағы екінші қабатқа санторап, бөлек-бөлек бір жатын бөлмеміз бар, ал төрде өте тамаша қонақ күтетін осындай зал бөлмеміз бар. Қараңыздаршы, не деген тамаша жарқыраған жиһаздарымен жап-жаңа үйіміз. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлер бұйырсын, жұғысты болсын. Үй іздеп жатқан достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Қараңыздаршы, не деген тамаша жиһаздар, бәрі келісім бойынша қалады. Неке кеттік, қалған бөлмелерді бірге тамашалайық. Ал екінші қабатына келетін болсақ, мінеке тамаша баспалдақпен шығамыз. Барлық жерде освещение жүргізілген. Мұны көріп тұрсыздар, электрошамның бәрі орнатылған. Сенсорный мынау керемет үйлесімді люстра. И және екінші қабатта отбасылық отыратын өте үлкен холл бөлмеден жан-жақты 1, 2, 3, 4, 5 жатын бөлмеміз бар. Қараңыздаршы, осында керемет әр бөлмеде өзінің жеке сантораптары бар, өзінің жуынатын душевойлары бар, гардеробный бар. Мінеке келіңіздер, шетінен тамашалайық. Мынау бірінші жатын бөлмеміз. Бөлмелердің бәрі өте кең, толық жиһаздармен жарасымды жабдықталған. Әрбір көрерменіме осындай үйлер салуды, алуды нәсіп етсін. Мынау біздің екінші жатын бөлмеміз. Детская комната, қараңыздаршы, бөбектерге арналған осындай тамаша екінші жатын бөлмеміз. Бұл жерде де үйлесімді жиһаз, люстры, шторы, все со вкусом. Мынау біздің қазір санторап раздельный, бөлек-бөлек. Мынау біздің тағы да бір жатын бөлмеміз. Бұл үлкендерге арналған жатын бөлме. Бұл жерде де өзіне жарасымды жиһаз, гардеробный. И мына жерде жаңа бөлек-бөлек санторабымыз. Санузел раздельный, ванная комната. Тап-таза, мінеке балдарға арналған жуынатын ванная, прачечная, стиралка орнатылған. Ал мынау екінші санторап. Мінеке қараңыздар. Санузел, теплый пол холда. И мынау керемет отбасылық. Кешке қарай отбасыңызбен рахаттанып осы жерде шай ішетін бөлмеміз. Мынау екі жағында екі мастер спальня и және керемет балкон бар. Аулаға қарайтын тамаша балкон бар. Оны да былай қазір көрсете аламыз ба? Здесь, сейчас, подожди. Пауза. Мынау қыз балдарға арналған осындай керемет, өте үлкен панорамный терезелері аулаға қарайтын бір бөлме. Бұл жерде өзінің жеке жуынатын, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Тамаша ванная комната.
и және гардеробная. Мінекей қыз балдардың өзінің жеке гардеробы бар. Ар жағымызда қазір біздің обзор жасайтын 5-ші жатын бөлмеміз бар. Тағы да 1-ші қабатта тағы бір жатын бөлмеміз қалған, оны да көрсететін боламыз. Мынау енді отбасылық үй егелерінің жатын бөлмесі. Міне қараңыздар, не деген кең жатын бөлме, кондиционер, толық жиһаздармен жабдықталған. Бұл жерде де өзінің жеке жуынатын бөлмесі бар, несі бар. Гардеробный и және санторабы бар. Ал сонымен қатар Мирас мөлтек ауданында өте үлкен особнягымызды обзор жасап біттік. Бізде қалып тұрған астында тағы да үлкен ас бөлмеміз бар. Өкінішке орай, ол жерде адамдар отыр екен, және де бір жатын бөлмеміз. Осында үлкен үй іздеп жүрген жандарға осы видеоны міндетті түрде жіберіп қойыңыздар. Баршаңызға Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын.